байқаңыз, не істеп жатыр? Бұлар жуынып жатыр. Білем жуынып. Жуынып жатыр. Тазалық. Сіз білесіз ба? Намаздың уақытысын біледі бұлар. Ненің? Намаздың уақытысын. Намаздың. А сіз білесіз ба? Мешітке кіруге рұқсат тек бір жануар ғана бар. Кім? Мысық. Ал неге? Өйткені пайғамбарымыз өте жақсы білген екен. Қалай дейміз? Әне, ұйықтаған екен мысық. Соны не, мазаламаймын деп ана несіне кесіп алған ба? Екеумізге қарап. Әңгімені тыңдап отыр бұлар, апа, әңгімені тыңдап отыр. Жақсы әңгіме. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның досы болған. Оның аты, ана кісінің аты екен, апа, его полное имя Абдар-Рахман ибн Сахр ад-Дауси, а прозвище Абу Хурайра, буквально означает отец котенка. Марғаудың әкесі дейді. А сіз апа айтайын ба? Мамасы. Сіз Марғаудың мамасы. Бүкіл Марғаулар осы қорада сіздің артыңыздан жүреді. Роза екеумізге мамамыз. Так что апата өте жақсы іспен айналысасыз. Ну сол ол тетя болсын, ол Марғаудың тетясы болсын, сіз мамасы болыңыз. Өйткені сізден басталды, мен сенем. Адамдар сізден үлгі алды. Так что давайте.